Осылай ойыншылар келіп жатыр, бірақ әлі нәтиже жоқ. Ауыр айтқаным емес, бірақ ресейлік командаларды өздеріне жақсы 47-ші рет олар бізді жеңді, біз оларды 10 рет қана жеңген екенбіз. Не себепті Роман Саджиканы неге шығарғаны түсініксіз болды маған сол ойындағы Барсаға қарсы. Эгоист ойыншы екені өтірік емес, мен оны айтам және айтудан жалықпаймын. Бұл енді Михаил Кравецке қойылатын сұрақтар. Шабуылшы Кирилл Панюковты күтем. Легионерлердің келіп өнер көрсеткендері ол біздің жігіттерімізге жақсы деп. Қазақстандық жас ойыншылар мүмкіндігінен айырылып қалмай ма? Естіген шығарсың, сен туралы осындай сөздер айтуда, сен ешкімге пас бермейсің деп. Командада көрмеймін, біздің командаға келмейтін ойыншы деп айтқан. Хейт жазбаңыздар. Бұл өте дұрыс шешім. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Пульс хоккей. Бүгін біздің әдеттегідей кезекті шығарылымымыз Барыстың қонақтар сериясындағы ойынын талқылаймыз. Сонымен біздің әдеттегідей сарапшыларымыз сіздер үшін, осы Барыстың хоккей жанкүйерлері үшін керемет влогтар түсіретін, әр ойында талқылап жүретін мінекей Арлан, одан кейін енді әр ойын сайын сіздердің сүйікті ойыншыларыңыздан сұхбат алып, осы халық пен ойыншылардың арасында байланыс орнатып жүретін Айдай, және жай ғана қарапайым әдемі Медина. Мен Бағдаулет, бүгін енді әдеттегідей жүргізушім осы шығарылымның. Олай болса, қонақтағы 3 ойын Айдай өзің айттың, бірден 3 ойында талқылап өтейік. Мүмкіндік болатын 6 ұпайдың 2-ін ғана еншіледік. Жалпы ойын қалай, қонақтағы ойындар ұнады ма? Арлан, сенен бастайықшы. Жалпы әрине 2 ұпай алғанымыз өте жаман, өте нашар. Алдыңғы шығарылымда айтқан болатын, әрбір ойында 1 ұпайдан алады. Яғни кем дегенде 3 ұпай, 4 ұпай алады деп ойлаған, бірақ өкінішке орай осылай болды. Енді қазір әр ойынға тоқталатын шығармыз. Бірақ жалпы Ақбарысқа қарсы ойын жақсы өтті, Сібірге қарсы мен үшін жақсы өтті. Және бүгінгі ойнаған ойында жақсы өтті деп ойлаймын, өз басым мен үшін. Тракторға қарсы, Тракторға қарсы, жаман емес. Енді осы 3 ойын қонақтар сериясындағы. Негізі біздің ойыншылар өзін басқа қырынан көрсете алды деп айтуға болады. Бірақ мен үшін ең эмоцияға толы ол Ақбарысқа қарсы ойын. Мен енді Северсалға қарсы ойында көзіме жас алдым деп айттым ғой. Бірақ Ақбарысқа қарсы ойында мен өте қатты жыладым. Жүрегім ауырды ойыншылар үшін. Оның үстіне ол ойында негізі эмоциясы шығармаған адам болмаушы, өйткені Ақбарысқа қарсы ойында 2 кезең бойы, 2 период бойы 4-0 жеңіліп жатырмыз да, 3-ші кезеңде қанша секунд? 168 секундта 3 шайба. 3 минутқа жетпей 3 шайба соқты, сондықтан Айдай өжеді тек қана сен емес. Мен өзім сол ойында жүргіздім, менде де сондай эмоция болды. Сен комментаторсың ғой? Мен комментатормын ғой. Комментатор жігіт. Халықтың сүйікті комментаторы. Мәсе дауысын танимыз, түрін енді көрмейміз сондықтан. Сонымен Сібірге қарсы ойында әттеген-ай деген жерлер өте көп болды енді. Ол ойында тартысқа толы болды ғой. Және де Тракторге қарсы ойында менің көңілімнен толықтай шықты ойыншылардың ойыны. Шебер ойнады, енді 3-2 мен жеңілсек те маған ойын ұнады. Және де сол қарқынмен үйдегі серияда әрі қарай өз шеберліктерін көрсетеді деген сенімдемін. Енді Арлан айтып кеткендей, жаман емес ойындар, жеңіліп қалдық, бірақ ештеңе етпес. Расымен де жігіттер өздерін басқа қырынан көрсетті. Максим Мұхаметов бүгін 2-ші минутта 1 шайба соғып үлгерді, сезондағы алғашқы голы деп айтуға болады. Енді былай алып қарағанда, негізі 3 ойында да Барыс командасы біздің жаңағы лайықты ойнады ма? Біздің қарсыластардан 1 саты жоғары тұрды, бірақ бірдеңе жетіспеді. Сол үшін жеңіліп қалған шығармыз. Енді негізі үйдегі ойындарда дәл осы Сібірді де, Тракторды да жеңген болатынбыз. Тракторға қарсы жеңіспен 4-3 есебі өте керемет эмоцияға толы ойын болды сол ойында. Естеріңізде болса, және жанкүйерлердің қолдауы болды. Одан кейін енді қонақтағы ойындарда барлығында Медина айтқандай кішкене бірдеңе жетіспей қалып жатыр да. Бірақ дегенмен бас бапкер Михаил Кравец айтады, ойыншы жетпейді. Бүгінгі ойыннан кейін де айтып жатыр, ойыншы жоқ, мүмкін алдағы уақытта ойыншы алып береді деген ойдамын деді. Бірақ дегенмен енді Роман Старченко, команданың көшбасшы ойыншысы, Николишин қайта оралды. Осындай ойыншылар Тамерлан Гайтамиров қайта оралды. Осылай ойыншылар келіп жатыр, бірақ әлі нәтиже жоқ. Және әр ойында байқасаңдар, үйдегі ойындардан кейін қонақтағы 3 ойында да құрамды бестікте қайта-қайта жиі ауыстырды. Тіпті алғашқы бестікте 3 ойында бір бестік шықты деп айта алмаймыз. Бірыңғай ауыстырып отырды. Осы жағынан Михаил Кравецтің шешімі қаншалықты дұрыс? Жаңадан жарақаттан келген ойыншылар жайлы не айтасыңдар? Негізінен енді сәл ойыншыларды жиі ауыстырғаны
кейбір кезде қате деп ойлаймын. Мысал ретінде жаңа Ақбарысқа қарсы ойында алатын болсақ, біз білеміз Старченко жарақатынан кейін енді қосылған ойыншылардың бірі. Бірден оны бірінші бестікке қосу қате деп ойлаймын өз басым, бірақ мүмкін тәжірибесі мол ойыншы болғаннан кейін ғана істеді. Бірақ мысал ретінде Галимов, Морелли және Викёне осындай тамаша үштік, әрдайым әрбір ойында гол салатын үштік десек болады. Білмеймін, не себепті Роман Старченконы неге шығарғаны түсініксіз болды маған сол ойында Ақбарысқа қарсы. Өз басым осындай. Бірақ енді Кравец өзі біледі ғой, не істесе соны істесін. Сенімен келісемін. Сол Старченко жарақатынан айығып шығып, осы ойын қатарына қосылғанға дейін бізде легионерлердің барлығы бірінші бестікте болған болатын. Және де сол Галимовтың екінші бестікке және де Тракторге қарсы ойында төртінші бестікке түсуі сәл бір жағынан айтқан кезде, қалай айтсам екен, дұрыс емес шешім сияқты Кравецтің тарапынан. Негізі оның қасына шайбаны жылдам шығарып беретін, яғни нәтижелі пас беретін Уолш сияқты жылдамдығы жоғары шебер ойыншылар болу керек. Енді Райли Уолш қорғаушы ғой. Райли Уолш қорғаушы, Галимов жалпы ауыс ойнаған кезде қорғаушылар ойнай береді ғой. Галимовтың бұл жерде негізі Викёне, Мореллимен ойыны енді сұрақты қойып отқан себебім, өйткені Галимовтың барлық берген 7 пасы биылғы маусымдағы Барыс сапындағы үздік нәтижелі пас берушілердің бірі бұл командадағы. Және соның көп бөлігі осы Викёне, Мореллиге асырылған пастар. Сондықтан енді олармен ойнай бергенде мүмкін қалай болар еді деген ой ғой. Жалпы енді жарақаттан қайта оралған ойыншыларға жеке тоқталайықшы, Галимов жайлы емес. Сендерге Роман Старченко мен Николишиннің және бүгін Тракторге қарсы ойында қосылған Гайтамировтың ойындары қалай? Көңілдеріңізден шықты ма? Кім ұнамады, кім ұнады, не жетпейді? Жалпы үш ойыншы да жақсы ойын көрсетіп жатыр, бірақ маған бүгінгі Гайтамировтың ойыны ұнады. Қақпаға бағытталған қауіпті шайбаларды Шутовтың алдына шығып, барынша қорғауға тырысып жатыр. Енді Старченко туралы айтып керегі де жоқ шығар енді ол кісінің. Өз бір басына жеткілікті ғой, тәжірибесі. Николишин де жақсы ойыншы. 18-ші сезон осы Барыс командасында өткізіп жатыр. Бірақ былай қарасам, негізі кішкене Старченкоға жылдамдық уақыт керек, үйренісу керек. Мүмкін жаңа команда сол үшін де өзін әлі көрсете алмай жатқан шығар. Мысалы, бүгін ол 4-ші бестікте ойнады. Ақбарыстан кейін бірден Тракторға 4-ші бестікке ауыстырды. Енді ол жерде үйрену керек дегенде 18-ші маусым ойнап жатқан адам үшін бұл құрлыққа келесін ойнатып. Жалпы енді жаңа легионерлермен деген сияқты. Жаңа командаластармен ба? 18 маусым бойы құрлыққа лигасында өнер көрсеткен 6-шы ойыншы болып тіркелген екен осымен. Роман Старченко, ол да бір жеке көрсеткіш, мақтаныш деп айтуға болады. Енді одан бөлек тағы 2 ойыншы, оларды енді айтып отырмыз, барлығы жақсы өз деңгейінде алып шықты деп, бірақ алдағы уақытта тағы да жақсара түседі деген ойдамыз. Және Әлихан Әсетов пен Тайс Томпсон сынды 2 ойыншы қалды. Солардың да жылдам жарақатынан жазылып, қайтадан қатарға қосылуын тілейміз. Одан бөлек бүгінгі шығарылымда Әділ Бекетаевтың құрлыққа лигасындағы 200-ші ойын өткізуімен құттықтаймыз. Әділді тек қана жеңістерін көп болсын, жеңіске жете беріңдер және плей-оффтың ең жоғары деңгейіне жете беруін тілейміз. Енді кездесу кезек Сібірге қарсы ойындарға тоқталайықшы. Сібірге қарсы ойында мүлдем гол соғылған жоқ. Ақбарысқа қарсы ойында сол 3-ші кезеңдегі ойынға дейін тағы да шайба соғылмады. Мүмкіндіктер өте көп, бірақ шайба соғылмайды. Бүгін Тракторге қарсы ойында да 2-2 болды, енді овертаймға дейін ауысты. Сол кезде де мүмкіндіктер бар, бірақ гол соғылмай жатыр. Бұл жерде енді командада шабуылшылар жеткілікті ғой, әлде жетпей ма? Осы жағынан қандай қиындықтар бар? Шабуылшылар жеткілікті, бірақ реализация жоқ. Яғни өз мүмкіндіктерін дұрыс пайдалана алмай жатыр. Уақыт бір жағынан жетіспей ма? Мысалы, 4-3-пен Ақбарыс ойынында негіз женуге болатын еді. Анау шайба неге тиді ғой, қаршыдан? Штангаға тиген. Жоқ, шабуыл жақсы, бәрі жақсы болып тұр. Бірақ реализация жағынан сәттілік тиді ғой, әрбір спортта сәттілік керек болады. Білмейміз енді, құрлықтық хоккей лигасының төрешілері де біздің командаларға. Ақбарысқа қарсы ойында ма? Ақбарысқа қарсы ойында, бүгінгі Тракторге қарсы ойында Шутовқа да әділетсіздік жасады деп айтуға болады. Шутовтың кәдімгідей 2-ші кезеңнен кейін жындан бірден айтқысы келді, бірақ оны тыңдаған жоқ. Содан да байқауға болады. Сонымен қатар тек қана біздің Барыс клубы емес, сонымен қатар Шанхай Драгонсқа да қарсы сондай әділетсіздіктер жасалып жатыр дейді. Өздерінің енді ауыр айтқаным емес, бірақ ресейлік командаларды өздеріне жақсы тартады.
сол жағын да айтуға болады енді қатты әділетсіздіктер. көңілің қалыпты еді төрешілердің. Иә. мысалы ретінде сол төрешілердің көңілі қалған. ақбарысқа қарсы неде бейнеқайтауларда көрсетілді ғой, шайба ана ойыншының несі тиді дейді Аяғына. алғашқы иә голы, оны негізі Аяғына санаумау тиген керек ғой. еді. Санаумау керек негізі болған. иә иә Міне. Жоқ, негізі ол жерде қазір соңғы шешімдерде төрешілер ол голды есепке алады. Егер шайбаны белгілі бір аяқпен бағыттап итеріп жібермеген болса, тек аяғын қойып қалған болса, егер аяғын қойып, Рикошет. соған тиіп кірсе, онда есептеледі гол. рикошет Иә. тиіп кетсе де. Иә, тиіп аяғыңды әдейі қойып, былайынан шайбаның бағытын өзгертсең, онда есептеледі. Ал егер шайбаны аяғымен ысырып жіберген болсаң, ол кезде есептелмейді. Сондықтан төрешілер ол жерде аяғын қойды, бірақ аяғымен шайбаны итерген жоқ деп, осылайша ол голды есепке алды. Білмеймін. Біз Мысалы келіспейміз. бізде білет болды ғой, сол Барысқа келіп кіммен ойнадық? Макошиннің бірінші голын есептеген жоқ. Сондай бір нәрсе. Иә, енді ол жерде Ақбарысқа қарсы ойында ол голдан бөлек жалпы Барыс ойыншыларына қарсы өте дөрекі ойнады. Иә. Қазандық команданың ойыншылары. Сол жерде мүмкін 2 минут беру керек пе еді деген менде де сұрақтар болды ойын жүргізіп отырып. Ал бірақ енді голға білмеймін, менде қатты сұрақ жоқ. Болған жоқ. Жарайды енді, бірақ дегенмен де 68 секундтың өзі бізге өте тамаша эмоция берген сәт. иә эмоционалды качелялар болды. Қандай эмоция болды? жеңіп кетеміз деп Жоқ, басында бір 4-1 болды, сосын ойладым, мен болады ғой енді ойын 4-0 болды. Жоқ, 4-1 салды ғой деймін. Бірінші шайбаны қайта салғанда ма? Иә, сол кезде 4-1 болады енді бір 4-2 дедім. 4-3 ана енді 3 минут өткен жоқ қой. Ана жақтан уведомление келеді, ойынды көресің, айқайлайды. 4-3 ана жақтан да мурашки шығып кетеді да. Иә. Сосын енді 4-ке 4 жете ма деп ойладым, енді жетпей қалды. Қақпа бағанасына тиіп қайтып жатыр ғой қайтадан. Бізге уақыт жетпей қалды ғой уақыт Ақбарыспен. жетпеді шынымен де. Уақыт жетпегенде уақыт жеткілікті болды негізі. Тек сәттілік серпіміз болмады. Билялов та бір қатты тұрып кетті ғой соңғы жағында, сол бір 3 голдан кейін. Бір үзіліс болды да, олар кішігірім ана Барыстың қарқынын басып алуға тырысты. бірақ енді ойыншыларымыз тырысты кәдімгідей. Яғни сол ең Соңғы бастысы жаңағыдай. секундқа дейін, иә. Мысалы 4-0 болған кезде көбісі беріле салады, жарай салады. иә Біздің ойыншылар енді ғана ашылып жатқан сияқты. Мысалға бүгінгі Самат Данияр мен Әділ Бекетаевтың ойынын айтуға болады. Өздері өте жақсы көрсетті. Бекетаев мысалға енді бізде ол кісі қорғаныста ғой, қорғаушы рөлін атқарады. Бірақ бүгін кәдімгідей Шабуылға зонадан қатысып, шығып, иә. шабуылға қатысып, қақпаға бірнеше шайба бағыттаған болатын. Бірақ енді қақпашыны қағып болмаса, мүмкін ол да бір голға айналар еді. Енді тракторге қарсы ойынға келейік. Тракторды айттық қой жаңа бірінші ойында жеңдік деп. 2-1 есебімен жеңіп тұрдық. Бірақ қайтадан 2-2 болды. Және трактордың соңғы ойындарын білеміз. Қатты мәнді емес. Әрдайым жеңіліп жүрген команда. Иә, былтырғы жылы енді мықты финалға дейін барды ғой, былтырғы жылы. Соған қарамастан биыл өте сәтсіз бастады. Осындай командалардан ұпай алып қалудың орнына ұпай беруіміз. Жалпы ойынды көрдіңдер ғой. Не жетіспей қалды? Неге соңғы бір сәтте жіберіп алдық? Енді біз бәрі Овертаймда неге бірінші болып шайба жібердік? бірақ енді біз айтатын едік қой ауруымыз деп, бірақ бүгінгі мысалы ретінде біз бірінші гол салдық. Соған енді рахмет. Бұл осы маусымдағы екінші рет. Екінші рет. Бірінші болып Иә. Иә, бірақ дегенмен де бірінші болып салдық. прогресс Прогресс. Енді бәрі қонақта ойнағаннан кейін жанкүйерлердің қолдауы да жетіспеді мысалы ретінде. Ол да байқалады негізінен. Өйткені ана жақта Ақбарыс енді адам көп. Интершумды естідік қой даже. Сол кезде де кәдімгідей шулап, айғайлап, ол да енді өзінің бір әсерін береді. Психологиялық жағынан. Ақбарыстың мүлдем үйінде жеңбеген екенбіз. 47-ші рет олар бізді жеңді, біз оларды 10 рет қана жеңген екенбіз. Былтырғы маусымда 4 рет жеңілгенбіз, биыл 2-ші рет жеңіліп отырмыз. жаңа трактормен овертайм дедіңдер ғой, сол овертаймда жаңа 3 кеш ойнадық қой. Айтшы осыны. Соны Айтқым келіп отыр ғой. иә 1 минут қалғанда Морелли қорғаныста болады. И ол шайбаны негізі тигізді, ол шайбаны алып алды. Бірақ енді соңына дейін оны апарған жоқ та. Сосын жаңағы ойыншы қайттан ол шайбаны алды да, гол соғып кетті. Негізі бұл жерде кішкене тырысып шайбаны алып тастағанда, может гол болмайтын еді деп ойлап тұрмын негізі. Сосын 1 минут өтіп, булит сериясынан да ұтып кететін бедік. Білмеймін, булиттар демекші, Сібірге қарсы мысалы булиттарды өте нашар орындады. Енді Сібір командасы ол булиттар сериясындағы бір шебер ойнайтын командалардың бірі. Жоқ, мен айтып жатқан жоқпын. Жаңа салмасын деп. Біздің ойыншылар неге салмады деген сұрақ қой. Мысалы Советский әрбір булитті салатын ойыншылардың бірі ғой мысалы ретінде. Неге ол үшті шығарды бірінші булиттар сериясында? Оның орнына Старченко шығу керек еді. Ол булиттар сериясында Старченконың тәжірибесі айтарлықтай бар. Иә. Енді сондай сұрақтар бар негізінен. Сәл иә. Оны айтпай ақ. Бұл енді Михаил Кравецке қойылатын сұрақтар. Иә, енді сосын соңғы ойындарда көп айтылған ойыншылардың бірі бұл Қайыржан.
Дінмұхамед Қайыржан. Бір шайба соқты, ақыры дегенде 7 голын соқты. Ойын қалай бағалайсыздар? Соңғы ойындарда онымен енді ақпарат әлеуметтік желілерде көп айтып жатыр. Дінмұхамед Қайыржан мен Михаил Кравец жеке сөйлеседі еткенде, жеке бір бағыт-бағдар береді. Ойында өзгешелік бар ма? Әлі сол маусымның басында Қайыржан бар. Негізі Қайыржанның деңгейі өте жоғары, өте бір шапшаң және шайбаны алып жүруі, бір-екі ойыншыдан өтуі, барлығы бар. Бірақ сол қақпаның жанында білмеймін, гол соға алмай қалады, кейде пас бермей қалады. Дінмұхамед Қайыржан Өзгеріс бар ма соңғы ойындарында? шеберлігіне, потенциалына, жылдамдығына, шайбаны тосып алуына ешқандай да бір айтатын артық әңгімем жоқ, бірақ эгоист ойыншы екені өтірік емес. Мен оны айтам және айтудан жалықпаймын. Мен де Айдаға қарсы шығудан да жалықпаймын. Сол жері ғана минус. Оны тек мен ғана емес, оны көріп отқан басқа да жанкүйерлер де солай айтады. Оны аренада да естіп жатырмыз. Барыстың ресми парақшасының астында жазылатын пікірлерде де бар. Бірақ енді соңғы ойындарына қарасам нәтиже бар сияқты. Кешегі ойынға Жоқ, мысалы ретінде жаңа ойыннан кейін біз сұхбат алып едік қой, өзім сұхбат алған болатын. Мен айтқам сол Дінмұхамедке, естіген шығарсың, сен туралы осындай сөздер айтуда, сен ешкімге пас бермейсің деп, ол өзі бүйтіп жауап берген болатын. Жоқ, мысалы егер ойынды қарайтын болсаңыздар, мен пас беруге тырысам, бірақ әрбір кейбір кезде өзіме алам бірақ ойынды, бірақ дегенмен де пас беруге тырысам дейді. Пас беретін жерде пас береді, гол салатын жерде өзім барамын деп. Сондықтан Дінмұхамедке қарсы сондай сөз айтпа. Ол сондай ойыншы өзі, әрбір командада сондай ойыншы болады, эгоист демей-ақ қой, енді ол сондай өзінің несі, позициясы сондай. Шайбаны өзімен алады, бүкіл ойыншылар өзіне тартады, сол кезде тартқан кезде егер пас бере алса береді, бермесе соққы жасайды, сосын алып кетеді. Арлан, сен қазір енді Қайыржанды жақтап отырсың ғой. Айдай қазіргі сөзбен айтқанда хейт етіп отыр. Сенің сондай ойыншың бар ма Барыста? Қандай Барыс? Хейт па? Иә, сенің тарапыңнан болатын. Қиын сұрақ екен. Ондай ойыншы жоқ па әлі? Келесі сендер сұрақта сөйлесе беріңдер, мен қазір ойланып есіме түскен кезде шығарылым соңына дейін. Иә. Енді сол бір бүгінгі ойыннан кейін, трактордан кейінгі ойында Михаил Кравец айтты, басшылық көрген шығар, ойынды тамашалаған шығар, маған ойыншы керек, жаңа ойыншылар керек, және алдағы уақытта жаңа ойыншылар алып береді деген ойдамын деді. Осы орайда Михаил Кравец қай позицияны толықтырғысы келді, және кім керек деп ойлайсыңдар, қандай ойыншыларың бар ұсыныста? шабуылшы керек енді бізге, қорғаушы. Айдай қатты дайындалдым ғой, ана жақтан бүйтіп. Тайлер Уотерспун енді келді бізге. Қазір сол құжаттар мәселесімен ойынға қонақтар сериясына бара алмай қалды, бірақ енді торпедомен өтетін матчта. Канададан келген қорғаушыны айтып жатсың ғой, иә? Иә, қорғаушы. Ал бізге енді шабуылшы керек. Шабуылшы Кирилл Панюковты күтем. Өзімнің көмерім алдыңғы маусымда Барыс хоккей клубында ойнаған болатын, яғни бір жақты келісімшартпен бір маусымға ғана. Енді өздерінің... Жоқ, енді маусымның басында ол болды ғой, негізі. Иә. Бірақ... Осы маусымда ма? Иә, жоқ, болғанда енді маусымның басында сол негізі Барыспен бірге болатын болған, бірақ келісімшарт үзді, кетіп қалды, жалғастырған жоқ. Және Михаил Кравец айтты, оны мен командада көрмеймін, біздің командаға келмейтін ойыншы деп айтқан. Ол енді ойыншы жайлы, ойыншының агенттігі жайлы әңгіме болған сияқты, иә. Және әлеуметтік желіде қазір келеді деген ақпараттар бар, бірақ ресми емес. Панюков өзінің агенттігін ауыстырды және де Барыс хоккей клубымен келісімшартқа отырады деп жатыр. Күтеміз ойыншыны, Барысқа керек ойыншы деп есептеймін өз басым. Күшейтеді деп ойлайсың, шабуылшы? Күшейтеді деп ойлаймын. Енді Тайс Томпсон жарақатынан оралса, бізде Алихан Әсетов бар. Осы үштік негізі біраз жерге апарат Барысты. Енді қазір шабуыл шебінде ойыншылар жеткілікті. Жаңа Старченко, Николайшин қайта оралды. Содан кейін мысалы Ляпунов сынды ойыншылар, Оспанов, наматқа түсіп кетті енді жас ойыншылар. Вячеслав Колесников та кетті. Тағы да осы ойыншылар жарақатынан жазылып, одан кейін жаңа ойыншылар келсе, қазақстандық жас ойыншылар мүмкіндігінен айырылып қалмай ма? Бұл біздің шығарылымның ең ауру сұрағы негізі. Себебі әр шығарылымда комментарийға жазады, легионерлерді жақтамаңдар, біздің жігіттер туралы айтыңдар деп. Бұл туралы пікір білдірсек, енді біз әр шығарылым сайын айтамыз, негізі бұл ешқандай жаман емес. Легионерлердің келіп өнер көрсеткендері ол біздің жігіттерімізге жақсы деп. Себебі олардан үлгі алады, олардың ойын техникасын жаңағы алмасады бір-бірмен. Өздері де сұхбат алғанда айтқан, біраз адамдар Бреусты айтты, Колесниковты айтты, барлығы айтты. Семен Симоновтан алдық сұхбатты, жалпы үшеуі де
солай айтты кәдімгідей өз ауыздарынан. Иә, легионерлермен ойнаған өте жақсы, себебі олардың ойнау шеберлігі бізден жоғары. Біз оларға қарап, жаңағы опытпен айналысамыз, алмасамыз иә деп. Сол себептен біздің жігіттер жаңағы ойынсыз қалмайды. Сосын Кравецтің өзі айтып отыр ғой. Иә. Бізде ойыншылар саны жеткіліксіз ауысып отыруға деп. Сол себепті жас ойыншылар түсіп қалмайды деген. Жас ойыншылар түспейді әрине. Оларға бұл мотивация ретінде де болуы мүмкін. Иә, керісінше. Иә. Про хоккей лигасын өзін көрсетіп деген сияқты. Екінші, бірінші бестікке көтерілу үшін бұл да мотивация болуы мүмкін. Сол себептен хейт жазбаңыздар. Бұл өте дұрыс шешім. Себебі бұл бір жағынан қарағанда тренердің бір тактикасы да. Жоқ, бұл әлемдік практика ғой. Иә, негізінен. Иә, енді қай команда легионерсіз ойнамайды мысалы? енді трансфер бойынша Айдай ғана өз ойын айтты. Сендердің ойларыңша шабуылшы, қорғаушы алдыңғы жолы да осындай талас болған. Қазір шабуыл шебі жетіспей ма бізге, сонда Панюков келетін болса? Қазір сол ойыншы кетсе біз күшейіп кетеміз ба, гол соғып кетеміз ба бірден? Панюков келсе, онда әзірге жеткілікті шығар деп ойлаймын, әзірге негізінен. Тағы да бір енді легионер алып атса, бірақ болмайды ғой, или бола ма әзірге алуға легионер? Оны енді серіктестерге байланысты, ақшасына байланысты ғой. Жоқ, маған Айдай емес айтқан, неге жетті деп лимитқа. Или ондай емес па? Айтқан жоқсың ба? Онда жоқ. Онда егер тағы да мүмкіндік болса, енді серіктестер ақша беріп жатса, тағы да бір легионер алса, енді айта алмаймын нақты кім екенін. Бірақ алу керек сияқты. Иә, Жоқ, қанадан қорғаушы бар емес па жаңа? Жалпы соның ойыны қалай сендерге? Соны айтып жатыр. Физикалық тұрғыдан дайын емес екен дейді, документінен бөлек өзі де келген кезде. Локомотивке қарсы ойында бізде құрамда болды ол. Қателеспесем 4-ші бестікте Тайлер Уотерспун. Жаттығу кезінде де алаңда болды. Жаттығу кезінде мықты емес деп жатыр. Өкінішке орай оны ойыннан көрген жоқпын, мен білмеймін. Мен мүмкін байқамай қалған шығармын. Бірақ ол ойыншы әзірге бір ауыз толтырып айтарлықтай дүние жоқ ол жайлы. Енді ойын барысын әлі көрген жоқпыз ғой. Енді Канадалық оралатын шығар мүмкін. Қайтадан составқа оралады. Сенемін әйтеуір соған. Иә, мен де соған сенемін. Бекерден бекер ақша құртып. Иә, ол АХЛ-да тұрақты чемпионатында Лаваль Рокет құрамында 72 матч өткізген. Нәтижесінде 18 ұпай жинаған. 2 гол, 16 пас берген. Ал плей-оффтағы 7 кездесуде өкінішке орай нәтиже көрсетпеген. Енді соған қараған кезде, енді өзіміздің қорғаныстағы ойыншылардың ар жақ бер жақ шығар. Мүмкін. Солармен деңгейлес шығар енді, бірақ алдағы ойындарда көреміз. Енді ол мүлдем шықпаса, оның орнына қорғаушы керек. Негізі. Әрине. Негізі нападающилар жетеді. Сол қорғаушы керек деп ойлаймын мен өзім. Панюковтың ойынына не айтасың? Панюков өзіміздің қазақстандық жігіт ол. Авангард, Ақбарыс және Амур сапында өнер көрсеткен. Жақсы ойыншы, көрермендер тарапынан да ол кісіге бір жаман пікірлер айтылмайды, керісінше жақсы пікірлер айтылады. Панюков келсе жақсы болар еді деп жатыр барлығы. Күтеміз. Иә, бұл біздің жігіт деп айтқан себебім, Барыста тоже 5 немесе 8 сезон ойнап кеткен. Осы 2020 жылға дейін жаңағы Барыстың прайм кездері, үздік кездері деп айтамыз ғой, 2018-2019 жылдары жалпы сол Старченко бар, Панюков бар, Савицкий, осы 3-5-тік негізі жаратын үштікке қосылатын еді. Сол енді мүмкін Панюков келіп, Старченко басқа қырынан ашылып, қайтадан осы үштік оралып, Савицкий, Панюков, жаңағы Старченко. Олар өздері бола ма? Иә, олар үштікте, сондай үштікте ойнаған бұрын. Жоқ, сол енді неге ауыстырса? Сондай деп енді үміттенеміз. Енді ол Михаил Кравецке байланысты ғой. Иә. Иә, енді бастысы келсін. Панюковтың келуі қайтадан қатарға қосылып жатса, иә, бізде қарсы емес. Әзірге ресми шықпаған ақпаратты бізден қазір дөп басып айту, талқылау қате болады деген ойдамын. Енді жалпы ойымызды айтып жатырмыз. Алда Барыстың 5 ойын үйдегі ойындар бар. Барыстың үйдегі ойындары өте сәтті шығуда, жақсы ойнауда, ұпай алып қалды. Жалпы енді биылғы маусымдағы кестеде жинаған ұпайымыздың көбісі, басым бөлігі 10 ұпай сериясында, 2 ұпай тек қана қонақтар сериясында ала алдық. Бүгінгіні қосқан кезде 3 ұпай, оған дейін 2 ұпай. Енді қазір алда 5 ойын, Торпедо, Сібір, Авангард, Ақбарыс, Амурға қарсы. Осы 5 ойында көріп отырмыз. Сібірде, Ақбарыс Амурда мысалы ұпай алуға болатын ойыншылар, командалар, Торпедода, енді бұл жерде мүмкін Авангардпен қиын болуы мүмкін. Торпедомен де қиын болуы мүмкін, себебі Торпедо жеңіліссіз бастаған. Қатарынан 6 ойында, және де Магниткаға, яғни Магнитогорскқа, Металлургқа қарсы ойында өте лас ойнады команда, сонымен қатар
команданың бапкерлері де бір-бірімен сөз таластырып қалған болатын. Және де сол қарқын келіп біздің елордаға Барысқа көрсете ме деген қорқыныш бар енді мінездерін. Ойын барысын сол 12-сі күні көретін боламыз. Көреміз енді, ол ойында өте тартыс өтеді. Осы 5 ойында ұпайлар бойынша кім қандай болжамдарың бар? Мен бастап жіберейін. Авангард Торпедо, біз білеміз, Авангард 2-ші орында, Газира Торпедо 3-ші орында, қателеспесем кестеде. Енді оларға қарсы ұпай алмайтын секілдіміз. Енді овертаймға жетсе жақсы. Сібірді ұтатын сияқтымыз, өйткені біз білеміз, Сібірді біз өзімізде 3 рет ұттық. 2 жолдастық кездесу, біреуі жаңағыдай құрлықтық хоккей лигасында. Сібірге қарсы ұпай аламыз, Амурға қарсы аламыз деп ойлаймын. Және Ақбарыс тағы да овертаймға жеткіземіз деген ойдамын. Сосын қайтып өзіміздің немізді ойымызды алып шығамыз деген. Жалпы бір 3-4. Жалпы сенің жоспарың бойынша бірінші орынға көтеріп тұрмыз осы 5 ойыннан кейін. 4 ұпай, 5 пен 6 ұпай аламыз деген ойдамын осы 5 ойында. Дұрыс енді, арық сөйлеп семіз шықты дейді, тең жартысын айтып отырсың ғой. Айдай, сен 10-шы ше? Торпедомен ойында булиттар сериясына жететін сияқтымыз. Жоқ, енді сендер қазір айтып отырсыңдар ғой, бұлай 2 ұпай, 1 ұпай аламыз деп. Сендер бір статистика, бір мәлімет айтсыңдаршы. Ондай жоқ па сендерде? Тек болжам айтасыңдар. Жоқ, айтып отырмын ғой, жаңа не Торпедо 2-ші орында, мұнай Авангард 3-те тұрды. Ал мысалға енді Сібірді біз Авангард енді ол ежелден бір Барыстың жауы деп айтсам қазір бір қатты болып кете ма? Нормально. Мен үшін солай көрінетін команда мықты екенін мойындау керек енді. Авангардтың жанкүйерлері бізді қарамайтын шығар. Қарап жатыр. Гагарин кубогының иегерлері енді Авангард. Привет деу керек ондай. Привет деу керек па? Сәлем түсінбеуі мүмкін. Сол Авангардтан жеңілетін сияқтымыз. Сібірді жеңеміз деп ойлаймын, енді үй сериясында осыған дейін де жеңдік қой, Арлан айтқандай. Ақбарысты енді қонақтар сериясында жеңе алмасақ та өз алаңымызда есе жібермеуіміз керек. Үйде де жеңілдік қой. Вот, енді осы болатын кездесуде біз қайтсек те сәл ғана жетіспей қалып жүр, әр ойын сайын. Жетіспей жүр. Тима, қалай футболда бәтін еді ғой? Төрешілердің әділетсіздігімен Амур ше? есептемегенде. Амурды жеңуге болады, олардың енді соңғы ойын. Амурды менсінбей отырсыңдар бәрін қатты. Жоқ, көрсеткіштеріне қарасақ енді жеңуге болады. Сол 4-5 ұпай аламыз деп ойлаймын үй сериясында. Амур негізі соңғы 2 ойында қонақта жеңді Нефтехимикті. Жақсы қарқын жинап жатқан шығар мүмкін. Медина, сен ойынша енді әркім өз ойды ғой. Сол мен де осы Айдай мен Арланның ойына келісіп отырмын негізі. Осы 4-5 ұпай аламыз деп үміттенемін. Сенкі аз ғой. Арланда 6 ұпай болды. Сенде 4 болды. Мен 4-5. Енді Торпедодан жеңілеміз прям 100%. Мен сол Торпедодан жеңілеміз деп қорқып отырмын. Авангардпен өте қызық ойын болады. Расымен де сен айтқандай, ол біздің жаңа ежелден келе жатқан бір ата жауымыз, иә. Сол себептен бір тартысты ойын болып, мүмкін овертайм буллетқа дейін жетуіміз мүмкін. Енді Амур мен жаңағы Ақбарысты және Сібірді үйде ұтуға 100% мүмкіндік бар. Сол себептен сіздерді ойынға шақырамыз. Барыс командасын қолдайық. Осы үй сериясында осы 3 команданы жеңу керекпіз. Жалпы 5-еуінде жеңейік. Негізі 5-еуінде ұпай алайық. Енді биылғы маусымда негізі жанкүйерлердің қолдауы өте тамаша. Биылғы маусымда жанкүйерлердің Барыс арена келуі бойынша Еуропадағы хоккейде үздік 20 команданың қатарына қосылады екенбіз қолдау бойынша. Европа. Иә. Сондықтан мен енді оқыған ақпарат мүмкін өтірік, мүмкін шын, енді нақты. Топ 20-ға кіреміз ғой. Иә, солай кіреді екенбіз енді оқығым бойынша. Сондықтан барша жанкүйерлерді Барысты қолдауға шақырамыз. Биылғы маусымда Барыстың жарнама, маркетинг бөлімі бар ғой, өте жақсы жұмыс жасауда. Осы жақында ғана анау Астанадағы қалай айтады? Колесо обозрения. Қазақшасын айтайын деген ғой. Қазақшасын білмейміз. Сода Барыстың ең қымбат жарнамаларының бірі шықты деді. Бұл да жаңа дүние. Ноу-хау дейміз ба, қалай айтады? Пиар жағынан. Сондықтан барлығын жасап жатыр, барлығын шақырып жатыр. Жігер аға. Респект сізге. Сондықтан жанкүйерлер бұл ойындарда келіп қолдауы қажет. Енді соңғы сұрақ бүгінгі шығарылымдағы Михаил Кравецке байланысты бас бапкердің жұмысына ризасыңдар ма? Алдағы неше ойын өтті қазір? 14-15 ойындар өтті. 14 ойын өтті ма? Енді осы ойында маусымның алғашқы бөлігін аяқтауға болады. Алғашқы бөлігі өтті деп енді. Тең жартысына келмес, бірақ дегенмен алғашқы бөлігі өтті деп қорытындылады. Осы орайда Михаил Кравецтің жұмысын қалай бағалайсыңдар? Жалпы маусымның соңына дейін қала ма бапкер? Енді Михаил Кравец туралы айтатын болсақ,
енді осы барыс туралы айтып келе жатқанымыздан бастап, ең басынан бастап айтып жатырмыз, өте жақсы бір бапкерлердің қатарына кіретін, жаңағы ойыншылармен тығыз араласатын, командамен жақын бірге болатын бапкерлердің бірі. Мен ойымша, бұл бапкерден бір үлкен жаңағы результат күтуге болады, нәтиже шығуы мүмкін. Иә, Медина, сен дұрыс айтасың. Енді 14 ойын өткіздік, оның 5-еуінде жеңіс, 9-ында жеңіліс тауыппыз. Жалпы енді Михаил Кравецтің өзі де айтып отыр ғой, біздің ең бір басты мақсатымыз бұл плей-оффқа шығу деп. Бапкердің көзінде от бар, жалын бар, командамен қарым-қатынасы өте жақсы, және де қазіргі маусымның басы болғаннан кейін енді бірінші бесте, екінші бесте кәдімгідей тәжірибе жинап жатыр, өзі байқап қарап жатыр ғой енді. Мен сенем бапкерге. Иә, мен де сенем. Барыстың қарқыны жаман емес. Мен ойымша, негізі барлығы осы Михаил Кравец ешқандай КХЛ-дағы, мысалы, құрлықтық хоккей лигасындағы жаңағы нәтиже көрсетпеген бапкерлердің қатарына жатады деп айтып жатыр, бірақ мен ойымша, ол өткен нәрсесіне ғана қарамай, қазіргі жасап жатқан жұмысына көбірек мән беру керек сияқты. Және бұл бапкерден бірдеңе шығуы мүмкін, нәтиже болады. Сол себептен қолдау керек. Жобра, мысалы, біз 7 ойын өткіздік қой қонақты, жалпы алған кезде, бірақ мысалы 7-інде бір ретте біз жеңіске жеткен жоқпыз, мысалы ретінде. Енді ол өзі де айтып кетті ғой, пресс-конференцияларда айтады. Міне біз осы қыркүйек айында Ресейге бірінші рет жолдастық ойынға шықтық қой, сол кезде ол өзі де айтып кеткен. Осы жолға шығуымыз жалпы команданың тең жартысына бұл бірінші рет болып тұр деп. Жаңағы ойыншыларымыздың өзі бірінші рет жалпы Ресейге барып, Қазақстаннан сырт алаңда жаңағы ойнап жатыр деп. Мүмкін тағы бір 3-4 осындай кездесулерден кейін команда нәтиже шығару мүмкін. Жалпы осы сырт алаңдағы ойындар жаман өтті деп айтпаймыз. Өте тырысып жатыр, ойыншыларымыз өте жақсы нәтиже көрсетті. Жеңіліп жатса да, оның артында қаншама еңбек тұр. Әчі бағдал еді. Құрметті жанкүйерлер, сіздер де өз ойларыңызды, Михаил Кравец бас бапкер жайлы ойларыңызды, команда жайлы ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Біз төртеуміз оқып сіздерге жауап береміз. Жауап береміз ғой, жауап беріп отырамыз. Осындай көңіл күйде біз кезекті шығарылымды аяқтаймыз. Біздің шығарылымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар, біздің YouTube арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Әрқайсыңыздың пікірлеріңіз маңызды. Келесі шығарылымда жүздескенше сау болыңыздар.